Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатолла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Алматыда 2 балдық жер сілкінісі тіркелді. 19 желтоқсан күні сағат 7:44-те Алматы қаласында жер сілкінісі тіркелді. Алматыда 2 балдық жер сілкінісі болды. Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді. 19 желтоқсан күні сағат 7:44-те Алматы қаласында жер сілкінісі тіркелді. Ешқандай зақым болған немесе қираған жағдай байқалған жоқ, ахуал тұрақты. 112 және 101 жүйелеріне тұрғындардан қоңырау түскен жоқ делінген Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінде. Сейсмологиялық тәжірибе әдістемелік экспедициясы сейсмикалық станциялар желісінің дерегінше зілзала ошағы Алматы қаласына 347 шақырым жерде, Алматыдан оңтүстікке қарай Қытай аумағында орналасқан. Энергетикалық санаты 12,6, магнитудасы 6,0, тереңдігі 10 шақырым. 64 бағаны бойынша Алматыда 2 балл қуатымен сезілген. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарийға ой-пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.